Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен бүгін сіздерге педагогикадан мұғалімдерге арналған аттестацияға дайындық ретінде өзімде жинақталған, қазір көбісі аттестацияға кіріп шыққан, тестқа кіріп шыққан мұғалімдер айтып жатыр ғой, келіп жатқан сұрақтар мұғалімдердің арнайы курсындағы сұрақтар екен деп, сол келген сұрақтарды өзімдегі 2017 жыл тест тапсырып өткендегі сұрақтарым бар еді, маннан. Қазір суретін қойып қоямын. Егер сондай курс оқыған болсаңыздар, сол манды ашып оқыңыздар. Бізде сол кезде 3 айлық курс болған. Сол курстағы өзіміздің белгілеген сабақтағы тесттарымызды ішінде келіп жатыр сұрақтар. Егер таныс болса, комментарийға осы сұрақ келген деп жазып кетіңіздер. Естіген болсаңыздар, дәлелді болу үшін мына сұрақ маған кездесті, осы әріптесімізге келді деген сияқты жазып жіберіңіздер, иә? Ал енді ендеше бастайық. Мені қолдап әлі кірмегендер болса кіріп, тіркеліп кетіңіздер. Және келген сұрақтар сіздерге таныс болса, мен оқыған сұрақтар, онда плюс қойып жазып кетіңіздер, иә? Жақсы, онда бастаймыз. Сәттілік тілеймін. Бірінші сұрақ. Жалпы бөлім адамдардың қалай оқитындықтары туралы білім саласындағы заманауи жетістіктер. А блогы дейді. Бірінші сұрақ. Оқушыға қатысты оқуды сыртқы фактор ретінде қарастыратын тұжырымның бірін көрсетіңіз. Жауабы: оқу, ақпарат жинау. Екінші сұрақ. Қай тұжырымдама оқудың ішкі немесе жеке тұлғалық аспектісіне бағдарланған? Жауабы: оқу, білімді түсіну және басқаша түсіндіру ретінде. Үшінші сұрақ. Жаңа туған нәрестелер оқудың ассимиляция және бейімделу деп атаған басты екі үдерістеріне ие екендігі туралы болжаған ғалым. Жауабы: Жан Пиаже. Төртінші сұрақ. Ауызша және тұжырымдамалық білімдердің сақталуына жауап беретін ми бөлігі. Жауабы: самай бөлігі. Бесінші сұрақ. Оқушыға біреудің көмегінсіз орындай алмайтын тапсырманы орындауға жағдай туғызу үшін мұғалімдер ұсынатын интерактивті мүмкіндіктерді сипаттауда қолданатын метафора. Жауабы: көпіршелер. Келесі сұрағымыз 6-шы. Мен тұжырымдамасының компоненті. Жауабы: эмоциялық, әлеуметтік, когнитивтік. 7-ші сұрақ. Адамдардың қалай оқитындығын түсіну мақсатында теориялық экспедициялардың негізгі бағыттары: әлеуметтік және когнитивті психология, аффективтік теориялар. 8-ші сұрақ. Зияткерлікке қатысты зерттеулердің бірі болып табылатын үштік модель. Жауабы: Роберт Стернберг айтқан. Келесі сұрақ 9-шы. Қысқа мерзімді жадыда ақпаратты рефлексивті ойлау үдерісі жүзеге асатын ми бөлігі. Жауабы: маңдай бөлігі. 10-шы сұрақ. Оқушылар нақты мақсаттарды көздеген, көбірек білетін қайраткер жандармен әлеуметтік қарым-қатынас нәтижесінде ойлау және сөйлеу дағдыларын дамытады деген пікірдің авторы. Выготский. Жауабы. 11-ші сұрақ. Бандура бойынша өзін басқамен салыстыру үдерісінің негізі болатын өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін фактор. Жауабы: жанама тәжірибе. 12-ші сұрақ. Бандураның өзіндік тиімділікті қалыптастыруға ықпал ететін, соның ішінде қол жеткізген жетістік өзіндік тиімділігін арттыратын, ал сәтсіздік оны төмендететін фактор. Жауабы: тәжірибе. Қол жеткізген нәтиже деп те айтады екен. 13-ші сұрақ. Авраам Маслоу жасаған адам қажеттіліктерінің иерархиясында негізгісі қандай қажеттілік болып табылады? Жауабы: өзін өзі таныта білу қажеттілігі. 14-ші сұрақ. Төменде көрсетілген тапсырмалардың қайсысы когнитивті қолдау көрсету үлгісі, яғни көпірше болып табылады? Жауабы: практикалық тапсырманы орындау үшін нұсқаулықты ұстану. 15-ші сұрақ. Выготский жас баланы оқушы ретінде сипаттайды, оның когнитивтік дамуы әлеуметтік өзара іс-әрекет барысында жүреді. Жауабы: оқушылар жаңаны меңгеріп жатқанда ересектер мен құрдастары оларға қолдау көрсетеді. 16-ші сұрақ. Қысқа мерзімді жадының екінші атауы. Жұмыс жадысы. Келесі сұрақ. Теориялық экспедициялар қатарына жақында инвазивті емес әдістерін қолданатын ғылым өкілдері тобы қосылған. Жауабы: нейроғылым өкілдері. 18-ші сұрақ. Қазіргі заманғы табиғат тәрбиеге қарсы дауындағы кейбір зерттеушілер тәрбие ұғымы нәтижесін ықпал ретінде қарастырады. Жауабы: қоршаған ортаны. 19-ші сұрақ. Ынтаның иерархиялық моделін әзірлеген Авраам Маслоудың мен тұжырымдамасын қорғап және қолдап тұратын екі мотивін атаңыз. Жауабы: өзін өзі сыйлау және өзін өзі бақылау.
20 сұрақ. Көпіршелер дегеніміз не? Жауабы: оқушыға жада бойынша қолдау көрсетіп, біреудің көмегінсіз орындай алмайтын тапсырманы орындауға мүмкіндік беру үшін мұғалімдер ұсынатын интерактивті мүмкіндіктерді сипаттау үшін қолданатын метафора. 21 сұрақ. Роберт Стернбергтің анықтама бойынша зияткерлік дегеніміз? Жауабы: тұлғаның қоршаған орта өзгерістерін жеңе білуі. 22 сұрақ. Локи әдісінің қолдану аясы? Жауап: есте сақтауды жақсарту үшін. Локи әдісі көзбен көру арқылы ғой, визуалды жағынан зерттеген бұл кісі, визуализация жағынан. Оқытудың мұғалімді селқос тыңдағанда емес, вербальды құралдарды қолдану нәтижесінде, яғни сөйлесу, талдау және дәлелдеу барысында жүзеге асатынын көрсеткен кім? Барнс. Жауабы: 1971 жыл. Келесі сұрақ. Джудит Харрис өз кітабында тәрбие ұғымын отбасылық тәрбие мәтіндегі дәстүрлі анықтамаға сәйкес Құрама Штаттары тұрғындарының сипаттамаларының басым бөлігіндегі қарама-қайшы пікірлері қажетті деңгейде түсіндіре алмайды деп тұжырымдайды. Кітапты атаңыз дейді. Жауабы: тәрбиелеу болжамдары. 25 сұрақ. Актерлар өздерінің рөлдерін сценарийдің сөздеріне емес, бұл сөздердің мағынасына және кейіпкерлердің жағдайына мән беріп, жаттайтындығын айтқан ғалымды анықтаңыз. Жауабы: Нойс. 2006 жылы. 26 сұрақ. Отбасы әсеріне қарағанда сыртқы әсер ықпалы күштірек деген зерттеуші? Жауабы: Джудит Харрис. Стронгтың пайымдауынша, мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға мұғалім. Келесі. Орта білім беру жүйесінде әлемдік жоғары деңгейге қол жеткізген анағұрлым кең тараған теориялық оқыту тәсілі? Жауабы: сындарлы, конструктивті оқыту. Келесі сұрақ. Бағдарламаның негізінде ғылыми теория, сындарлы оқыту теориясы дейді. Келесі сұрақ. Әлемдік тәжірибеде қолданып отырған сындарлы оқытудың мақсаты: оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін сыныптан тыс және тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету. Оқытудың сапасын анықтайтын тәсіл саны 2 дейді. Келесі сұрақ. Табысты оқыту дегеніміз не? Мұғалім бейнесінен танылатын сан алуан элементтер арасындағы байланыс болып табылады. Оқу үшін бағалау және оқуды бағалау бөлімі. Бағалау латынша сөзінің мағынасы. Бағалау жақын отыру деген сөз екен. Келесі сұрақ. Оқу үшін бағалау дербес тұжырымдама ретінде жарияланған жыл 1999. Қара жәшік ішіндегі жұмысқа жатпайды. Мұғалім жеке бағалаушы дейді. Оқу үшін бағалау бұл? Жауап: білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында тұрғанын, қандай бағытта даму керек және қажетті деңгейге қалай жету керек екендігін анықтайды. Келесі сұрақ. Қара жәшік ішіндегі жұмыс ретінде белгілі болған оқу үшін бағалау. Бағалаудың басты мақсаттарының бірі оқытудың қиыншылықтарын анықтау. Блум таксономиясы бойынша жоғары тәртіпті ойлау. Жауабы: талдау, бағалау, жинақтау. Формативтік және жиынтық бағалаудың белгіленген жылы 1960. Интерпретацияның кей жағдайда аталуы. Жауабы: логикалық қорытынды. Бағалаудың барлық түрлері: бақылау, интерпретация және қорытынды. Ынталандырудың дамуын көру үшін қолданады. Жауабы: формативті бағалауда. Оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамыту және алған білімдерін кез келген жағдайда пайдалана білуін қамтамасыз ету мақсатын көздейтін оқыту теориясы. Жауабы: сындарлы. Келесі. Нәтижесі алынған ақпарат немесе көп білу болып табылатын оқу. Жауабы: білімнің сандық ұлғаюы. Келесі сұрақ. Сақталған ақпаратқа қолжетімділік пен оны өңдеуді бақылау қызметін жүзеге асыратын ми қыртысының бөлігі. Жауабы: маңдай. Келесі сұрақ. Оқушылардың алған ақпаратты есте сақтауы үшін ең тиімді әрекеті: өзгелерді оқыту. 90% есінде қалады дейді. Келесі сұрақ. Оқушылардың алған ақпаратты аз көлемде есте сақтауы жүзеге асатын оқу әрекеті. Жауабы: аудиовизуалды қабылдау. Яғни 20% ғана есіне сақтайды екен. Келесі. Оқушының дағдысы мен оқу материалының міндеттеріне сәйкес кез келген жағдайда пайда болады. Жауабы: ағын.
Чиксент-Михай бұны зерттеген. Келесі сұрақ. Ресурстарды біріктіруге бағытталған аздаған талпыныс жасалатын әңгіме түрі. Жауабы әңгіме дебат. Қатысушылардың сұрақ қоюы және айтқандарын дәлелдеуі барысында дәлелдеме көрінетін әңгіме түрі зерттеушілік әңгіме. Келесі сұрақ. Идеялар қайталанатын, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейтін әңгіме түрі. Жауабы кумулятивті әңгіме. Келесі сұрақ. Оқушылардың анағұрлым толық жауап беруіне, өз ойларын анық білдіріп, өз идеяларын дамытуына ықпал ететін сұрақ түрі. Жауабы сынақтан өткізу. Барлық қорытындылар бағаланатын, сын тұрғысынан ойлаудың негізгі ерекшеліктерінің бірі. Жауабы сыңар жақтылықтың болмауы. Келесі сұрақ. Оқушылар мен мұғалімдерге жетістіктер мен даму туралы хабар беру мақсатын көздейтін бағалау. Жауабы кері байланыс. Келесі сұрақ. Одан арғы оқу туралы шешім қабылдау мақсаты мен оқыту нәтижелерін жүйелі жиынтықтауға бағытталған қызметті белгілеу үшін қолданатын термин. Жауабы бағалау. Келесі сұрақ. Іс жүзінде нақты баға қою және есеп беру үшін өткізіледі. Жауабы оқуды бағалау. Оқушының қазіргі уақытта не оқып білгенін жинақтау мақсатын көздейтін бағалау. Оқу үшін бағалау. Келесі сұрақ. Оқыту мақсаты мен міндеттерін білуге негізделген оқыту мен оқу үдерістері, тәжірибесі мен әдістері туралы терең білімділік. Жауабы педагогикалық білім. Мұғалімдер тобының оқу бағдарламасын тізбектелген сабақтар топтамасына айналдыруы. Жауабы орта мерзімді жоспарлау. Рефлексиялық ойлаудың динамикалық үдерісі өтетін мидың бөлігі. Жауабы самай. Оқушыларға толық жауап беруге көмектесетін, оларға тапсырманы орындау барысында бағдар беріп отыратын сұрақ қою тәсілі. Сынақтан өткізу. Тұлғаның білім алуында ақыл-ой үдерістеріне мән беретін оқу тәсілі. Танымдық тәсіл. Мерсердің пайымдауынша, ұжымның ортақ түсіністікке келіп, табысты білім алуы үшін басымдық берілетін әңгіменің түрі. Әңгіме дебат. Келесі. Блэк пен Уильям зерттеулерінде сыныптың қара жәшік метафорасы қолданған. Осы метафораның негізгі идеясын көрсетіңіз. Жауабы оқушылардың өзін-өзі бағалауын дамыту. Оқушылардың ойлауы өзінде бар білімдері мен жаңадан үйренген білімдерін байланыстыра отыра дамиды деген тұжырымға негізделген оқыту тәсілін көрсетіңіз. Сындарлы оқыту. Оқушының сабаққа қызығушылығы пайда болып, өзін-өзі ынталандыруы. Жауабы ішкі уәж. Сыныпта кумулятивті әңгіме барысында байқалатын әрекетті табыңыз. Жауабы пікірлер мен тыңдаушылардың әрқайсысы механикалық түрде келісе береді. Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, идеяларын дамытуға көмектесетін тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп отыратын сұрақ қою тәсілі. Сынақтан өткізу. Келесі. Оқу үдерісінің саналы болу қажеттілігі туралы тұжырымдарында балалардың жеке тәрбиесінің мәдениеті мен құндылығы оқудың тиімділігін елеулі түрде арттыратын маңызды жағдай деп қабылданатын негіздеме арқау болады. Жауабы жағдаяттық таным. Келесі сұрақ. Бақылау, тәжірибе, толғану және пайымдау нәтижесінде алынған ақпаратты ұғыну, бағалау, талдау және синтездеуге қолданатын әдісті көрсетіңіз. Жауабы сыни ойлау. Келесі сұрақ. Сыныпта талқылау кезінде оқушылар қолданатын зерттеушілік әңгіменің сипатын көрсетіңіз. Жауабы негізделген дәлел және сыни ойлау арқылы жалғасады. Стандартқа немесе балл деңгей түрінде келтірілетін межелікке, яғни сәйкес емес деген нысанда қорытындылар жасалатын бағалау, жиынтық бағалау. Мұғалім бағалаудан кейінгі мәліметтерден оқушының оқу деңгейін қалай анықтайтындығы туралы, оған қандай деңгейге жету керек және мұны қалай жасау керек екендігі туралы қалыптастырушы ұсыныс жасайды. Жауабы қадағалау. Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізуі тиіс 5 түйінді фактордың түрін көрсетіңіз. Жауабы оқушылардың өзіндік оқуға белсенді қатысуы. Келесі сұрақ. PISA ұлттық және жергілікті тест бойынша алынған мәліметтерді талдаудың мақсаты. Жауабы стандарттарды бақылау және орындау. Келесі сұрақ. Сабақта қолданатын әдіс тәсілдерді, мақсатты аудитория сипаты мен бағалау стратегияларын білуді қамтитын білім саласын көрсетіңіз. Жауабы педагогикалық білім. Келесі сұрақ. Сандық технологияны пайдалана отырып, ақпараттың орналасқанын анықтау, ақпаратты ұйымдастыру, түсіну, бағалау және құру қабілеті. Жауабы ақпараттық сауаттылық.
Келесі сұрақ. Педагогикалық дамуды қамтамасыз ету үшін кәсібилік түсінудің қандай нақты тәсілі талап етіледі? Жауабы: ұжымдық және кешенді. Келесі сұрақ. Блэк пен Уильямның оқыту үшін бағалауды қара жәшік ішіндегі жұмыспен теңеген метафорасындағы негізгі фактор. Жауабы: сұрақтың тиімді қойылуы, оқушымен бірге критерийлерді талдау, сыныптасын және өзін-өзі бағалау, кері байланысты қамтамасыз ету. Диалог оқушылардың зияткерлік бағытта дамуына әсер етеді, оқытуда жетістіктерін арттырады. Бұл ойды айтқан кім? Жауабы: Мерсер мен Лилтон. Баланың когнитивтік және әлеуметтік дамуына диалогтік оқыту бойынша ең көп әсер ететін келесілердің қалыптасуы. Жауабы: қарым-қатынас дағдылары. Фриман ұсынған ең үздік оқушыларды анықтайтын сенімді өлшемді сипаттамалары. Жауабы: күрделілікке деген сүйіспеншілік. Шульманның үш көмекшісі. Жауабы: жүрек, қол, бас. Бүгінше осы. Егер әріптестер осы аттестацияда таныстарыңызда осының арасында келген сұрақтар болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Алдағы уақытта енді зерттеушілердің жасаған еңбектеріне жеке бір тақырып шығатын болады. Сәттілік бәрімізге. Сау болыңыздар.